Қалайсыңдар достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Достар, жалпы видеоның атындай көріп тұрғандарыңдай, бүгін біздер 24 сағат көлікте деген челлендж түсіретін боламыз. Және бірақ челлендж дәл қазір бізде басталған жоқ. Өйткені қазір енді күні бойы ертеңге дейін көлікте болғандықтан дәл қазір мен енді бір үлкен магазинге бара жатырмын. Сонда барып дәл қазір біздер керекті заттар, яғни су, жейтін бірдеңе, анау-мынауларды алып алуымыз керек. Дәл қазір бізде телефонымды зарядканы барлығын алдым. Қазір камерамен түсіріп жатырмын. Камерамыз зарядкасы бітіп жатса, если что, зарядтап аламыз. Болмай жатса, соткамен де түсіріп дальше ұра беруге болады. Короче, бізде енді мынандай, білесіңдер, мынау менің кресломның жастығы. Осыны на всякий случай алып алдық. Одан кейін артта бізде гитара жатыр, достар. Гитараны на всякий случай алып алдық. Егер ішіміз пысып жатса, гитарамен тартып өлең айтып отбасқа деген сияқты ғой. Қазір енді дүкенге соғамыз, жейтін затты алып алып, дальше көреміз. Bir жерге барып қойып машинаға отырамыз ба. Жалпы қазір бізде сағат, достар, 19:30 болып жатыр. Көрініп тұр деген ойдам. Яғни 7:30 кешкі. Неге кешке бастап жатырмын? Өйткені бізде Қызылордада дейтін күн өте қатты ыстық. Кешке қарай бастамасаң, енді по-любому ертеңде жалғасып жатса, енді 20-24 сағат шыдаймыз ба, білмеймін, енді көре жатамыз онысын. Қазір енді кондерға ұшырмын, соның өзінде де бағана машинаны мойкеге апарғам. Мынаяқта бір шыбын нервіме тиіп жатыр, бар ғой ше. Нервқа тиіп шығарып терезені ашайын десем, тереземіз бүлінеді. Лучше қазір бір жерге тоқтағаннан кейін есікті ашып бір деуіп шығару керек қой шыбынды. Видеоға, достар, лайктарыңды басып арнаға тіркелуді де ұмытпаңдар. Осындай контентті, лайв контентті қолдап кетіңдер. Короче, достар, біздер коламен тек су ғана алдық. Енді тамақ алайын деп ойлағам, самса-памса анау-мынау деп ше. Бірақ жаңа ғана мен үйден тамақ ішіп шыққаннан кейін керек емес дедім. Енді қазір шамалдаған қарын ашқаннан кейін көліктен түспей алуға болатын жер ол бізде Қызылордада жалпы ол бір-ақ штук бар, ол KFC, яғни KFC авто ма? Машинадан қолын шығарып соны алып кетуге болады. Енді қазір қарын ашып жатса, кешке қарай уже соған баруға болады. Құртап алдым, коламен очень дерсі кетеді. Машинаны бүгін бағана мойкеге берген, мощный тап-таза қылып жуып алдық. Бізде қазір камера, петличка, су, нехта коламыз бар. Сосын артты қарасында жаңағы гитара мен анау бізде жастық бар, кішкене ғана. Если что, шаршап демалатын болсақ, артқа қарай или мынау пассажирскийді жатқызып қойып, может ұйықтауға болады. Солай үшін, короче. Так, достар, біздер қазір Рудиді туыстан қарай қақта жүр екен. Руди бізде үйінде екен, қазір соқып айтсақ болады. Ареке тоже үй жағында. Мади Арай-Сити молда жүр екен. Қызылордада Арай-Сити молда білетін болсаңдар. Қазір бізде Рудиге звондай қал, не істеп жатыр екен. Алло. Қалай жағдай? Жақсы, не істе, ұйықтайын деп отырсың ба не? Қазір үй жағыңа барам шықсай. Енді просто так отпай музыка тыңдап барайықшы. Все, кеттік. Аузымызға құртымыз сап жіберейік. Короче, достар, Рудиге келдім. Руди шықты. Что там, не дейсің мен пәлі? Всем салам алейкум. Мынаяқта камераны жұлып алдым үшін. Қолымда. Мынаяқта, достар, енді камераны емес, сотканы қоятын сияқты, өйткені камера ыңғайсыз болады екен. Давайте. Не айтасың? Подкаст алып жібер, давай. Сұрақ қояйын ба? Давай. Қашан қойға турнир? Ақыр жумады. Турнир өттік айтпақшы. Что там, барда жоққа обзор жасайсың ба? Барда жоқ дейтім ғой. Аллакодникке. Не, ішінде бірдеңе тәтті-пәтті? Жоқ. Маған дайындап қойған жатырсың. Так. Петличка. 80 теңге. Тіп па? Қанша еді? 80 ба? Зарядка от айфона. Так. Пик палочка алдында обзор түсірген. Обзор? Что за обзор? Машинаға ше. Сосын не? А не, не үшін қажет. Так, не, Type-C ма? Істемейді ма походу, ба? А, жоқ. Мына жағын тығатын жер жоқ қой машинаңда сенің? Бар ғой. Тұрға міне. Қане? Прикрылдік ма, сол тұрға. Татып алдың ба? Өткенде жоқ еді ғой. Очки. Керек емес очки вообще. Ойбай, маған да кітті яны очки. Вообще киілмейтін очки, ол просто тұр да. Ебап, мынау мен
бетімнің шамалы 10%-ін ғана алып тұр ғой. Так, очки, ладно. Сосын парфюм. Мынау парфюм достар, Bulgari Tiger деп аталады. Өте қымбат парфюм ол негізі бар. Қатты ескеріп қойдымшы. Мынаның бағасы 100 миллиграммы 300 мың теңге тұрады. Ё-моё. Өтірік болып кеткен сияқты. Скотч. И тыйым тебен, анау-мынау. Сосын сағыз бар. Вот, короче, майда-шүйда бардак ішіне, короче. Бәрін обратно тығамыз. Салған нәрселер осы. Еще артта айтпақшы, артқы задний рядта гитара бар. Гитара бар мына Камераның сумкасы жатыр. И еще подголовник. Подголовник бар. Еще креслоны кредикс рейзер деген. Реклама алыңдар бізден. Документация, очкидің накладкілері. Новым очкидікі. Новым очкидікі. Мына документ салатын фигня ғой, тыйында фигня. Ақ бозатынды көрсетпедің ба? Ақ бозатыр дейін. Приора. Мен личный емес, бірақ үйдікі ғой, короче. Ар жағында еще один Volkswagen тұр. BMW алсаң, SUV-дан шықпай қанша етін сияқты. Вот Grandeur немесе Camry алсаң, жүресің кайфпен айдап. BMW просто бұзылады да, и бұзылса запчастьсі қымбат та. Солысы бәле ойнап тұр. А так эмоция береді машина ғой. Не істейсің сен қазір? Қазір тамақ ішемін, жаңа келдім мен жұмыстан. Онда мен кеттім бен. Мадигема барайын сағат достар бізде 20:19, 8:19. Қазір достар енді соткамен түсіріп жатырмын. Дальше енді соткамен түсіретін боламын. Өйткені мына жақта камераны қоям. Мынау ауыр болып камерасы, короче, мынаны түсіріп тастайын деді да, и мына жаққа енді сотканы қоятын боламын. Енді соткамен түсіретін боламыз. Дальше бізде енді қазір сағатты көрсетейін сендерге. Міне қараңдар, бізде сағат 8-ден 42-ге кетті, почти 9 болып қалды. Енді уже іш пісіп бастап жатыр, жаймен жаңа Рудиге бардым, көрдіңдер. Енді Арекеге барайын десем, Ареке телефон алмай жатыр. Қазір достар, біздер KFC-ге келдік. Міне артында мен KFC тұр. Қазір енді былайынан мұн жақпен барып, айналып, ар жағында KFC авто бар, соған қарай біздер қазір баратын боламыз. Енді қазір соткамызды қыстырмай қойық, қазір оплата жасау керек болады. Так, алдымызда достар бізде очередь бар екен. Қазір осы машинадан кейін заказымызды беретін боламыз. Бізде аяқта достар ерекс басылып кетті. Аңғырындар, еба. Дауыс естіліп отыр ма? Әште төбесі басылып кетті, ерекс. Біздер нақта заказымызды беруге күтіп отырсақ, очередь күтіп отырмыз. Нақта ерекс басылып кетті. Достар, біздер заказымызды бердік. Чизбургер мен наггетси и сырный соус бердік. Кола алған жоқпын, өйткені су бар, сумен ақша берем. Бургерді алып алдық. Бізде қазір сағат деген қарасаңдар 9-дан кетті. Бірақ қазір негізі қарным қатты ашып жатқан жоқ. Просто на всякий ертерек алып қойып жатырмын. Қазір мен де оны шамалдаймын, жарты сағаттан кейін ба жейтін шығармын. Или қазір жесем, қазір жеп тойып аламын да. Күнге дейін сосын ештеңе жемейсің да. Білмеймін мен достар, 24 сағат осы көлікте шыдаймыз ба, ертеңге дейін, ертеңге кешке дейін шыдамаймыз ба, оны алдағы уақытта көретін боласыңдар. Так, біздер бургер алдық, ал машинадан түскен жоқпыз. Достар, қараңдар, заказды уже алып алдым. Жаңа сағатты көрсеткенде 21:09 болды ма? Сондай болды да. Біз заказымызды уже алып алдық да. 2-ақ минутта дайындап бердім ма, не қалды? Достар, машинаны бүгін ғана жудым, бағана ғана платный мойкеге бердім. Енді кондер қосып, жүрмей қояйын, бензинді ішіп қояды ғой дедім да. Терезелерді ашып тастадым. Бірақ бүгін ғана жудым да мойкеге апарып машинаны. Машинамыздың терезесі уже кірледі. Еще одан бөлек мен деген мына присосканы жабыстырдым мына жаққа. Бұл да айғыз-айғыз қылып жатыр менің тереземді. Қазір енді бір парковкеге қарай баратырмын. KFC-ді жейміз да, дальше больше гитара тартып отыратжамыз, может. Бір жерге келдік парковкеге. Маған бургерді бір какой-то бір 5 минутқа жетпей, даже қанша минут? 3 минутта ма дайындап берді. Что-то біреудің заказын маған бере салған жоқ па, тупо. Так, біздер мұн жақта ашып қараймыз, короче. Біздер наггетси, бір сырный соус и чизбургер заказ бердік. Осыны жеп алайық. Так, дәмі қандай бізде? Мынандай размері кішкентай емес па? Мына қараңдар, мынандай
Мен 4 істеп жоқ қылуға болады мысалға. Бисмилля. Бізде сағат 9:30 болып жатыр қазір. 9:30 болғанның өзінде де Қызылордада дала бізде примерно бір 35-36 градус болып тұр. Бургер тауыстық, енді біздер наггетті жейік. Так, бізде тамақ жеп болдық. Итак, бағана жетте үйден шыққанда итак қарнымызды тойдырып алып шыққан ек. Қазір тамақ ішіп одан самайын тойдық. Достар, мынандайды көргенсіңдер ме сендер? Машинамен өтейін деп күнде өтіп жүрген жолға пойыз өтпейді шығар десем, мынандай жолда бізде пойыз өтеді екен. Бай, кеттік жүрейік біздер. Шошып өткенсің ғой. Сағат 10-нан 20 кетіп жатыр. Так, біздер гитарамызды алып тарта аламыз ба мынаяқтан? Негізі мына сиденьеге отырсақ ыңғайлы болушы еді. Сәл емес, біраз ыңғайсыздық тудырып жатыр мынаяқта ше. Тарту қиын болып жатыр. Нан кім тауып береді достар маған, қазір қараңдар. Мына алып салсақ. Осындай. Оны комментарий жазып кетіңдер. Кімнің және қандай өлең екен. Қазір сағат көрсең сендерге бізде 23:55 болып тұр сағат. Міне 23:55. Қазір енді сәл ұйқы кеп бастап жатыр. Походу артта заттарды жинап тастап жататын сияқты. Мұны так біздерге бүйту керек сияқты. Қазір креслоны алдық, жылыстамыз. Так, сосын бізде артта не бар? Артта бізде жастық қана қалды, болды. Так, соткамызды алып аламыз, соткамыздан қазір тикток көріп жатамыз. Так, достар, біздер артқа қарай ауысып алдық. Так, бізде мынандай ғана бір кішкентай ғана жастық бар. Осыны примерно наққа қарай ма, бүйтіп па, білмеймін, бір нәрсе қойып. Болмаса, негізі просто мынау кәдімгі пассажирскийде артқа дагонс тағап қойып, осында жата салуға болады негізі бар ғой. Так, білмеймін, қазір көреміз, қай жаққа ыңғайлы болады. Сояққа жатып көрейік. Ыңғайсыз екен, ё-моё, тар. Или басты сәл бүйтіп көтерсекші. Походу, осылайнан қоямыз да, осылайнан. Осылай болады екен. Мынау аяқты бұлайнан бүгіп қоямыз осылайнан. Достар, қазір сағат 4:30 болды. Мен, в общем, шамалы ұйықтадым да. Шамалы болғанда, енді бағанардан кейін шамалы сағат сотты ұйықтадым. И примерно бір 3,5 сағаттай ұйықтап болдым. Енді, короче, міне сағат бізде 4:30 болды. Достар, қазір сендерге сағатты көрсетейін. Сағат бізде қазір қарасаңдар 5-тен 26 кетіп жатыр. Кеше видеоны негізі мен сағат кешкі 7:30-да бастадым, білесіңдер, сол кезде видеоны бастаған болатынмын. Бізде енді жалпы кеше достар айтайын мен сендерге машинада енді таңғы 4-те дейін ба болдым да, таңғы 4-те бір видео түсірдім. Одан кейін, короче, қатты ұйқым келді да, шынымды айтсам, үйге кірдім да, в общем, үйге кіріп ұйықтадым. Үйде ұйықтадым. Енді 24 сағат бізде челлендж көлікте болмады. Жетпей қалды, енді ішіміз пысады машинада, ыңғайсыз. Сондықтан 24 сағат бола алмадық. Мүмкін егерде мысалға қасымда тағы бір бала болғанда 24 сағат отыруға болар еді мүмкін. Енді бір өзім болғандықтан қиын болды. Арнаға лайктарыңды басыңдар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сендерге осындай лайв контенттерді арасында шығаруға тырысам. Тағы да қандай идея бар, қандай нәрсе түсірейін 24 сағат мысалға комментарий жазып кетіңдер. Тағы да басқа
басқа қандай идеяларың бар барлығын комментарийге жазып кетіңдер. Арнаға тіркелуді ұмытпаймыз, лайктарыңды басыңдар, осы видеоны достармен бөлісіп қойыңдар. Бұйырса YouTube арнамызға ойында да шығады. Осымен видеомызды тәмамдаймыз. Ал давайте, сау болыңдар.